Армысыз, құрметті көрермен, Еуромен, яғни футболдан Европа чемпионатымен жағаласып, біздің футболдың да қызық оқиғалары болып жатыр. Әрине, кәрі құрлықтың додасына түгелдей мән беріп, жанкүйер болып жатқандарыңызды білеміз, бірақ бәрібір біздің өз футболымыздың да жаңалықтармен болып жатқан ойындарын ұмытпауға тиіспіз. Күні кеше ғана футболдан Қазақстан кубогының жартылай финалының қарымта ойындары өтті. Одан бөлек Қазақстан клубтары Еурокубоктағы қарсыластарын анықтады, яғни жеребе тартылды. Ендеше осы мәселелер туралы кеңінен тоқталып өтейік. Айтатын әңгіме көп, кеттік. Еуро матчтарын біздің фондағы әріптестерімізбен бірге тамашалаған өте қызықты. Олар осы уақытта жүлде қоры 150 миллион теңгелік ерекше акцияны іске қосып отыр. Төмендегі бекітілген комментарийдағы сілтемеге өтіп, тіркелетін уақыт, есеп шотыңызды алғаш рет толықтырғаныңыз үшін 200 мың теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Ендеше жақсылап тамашалаңыздар, көріңіздер және қатысыңыздар. Бірақ естеріңізде болсын, бұл табыс табудың жолы емес, жай ғана көңіл көтеру. Құрметті көрермен, Қазақстан кубогының жартылай финалының қарымта ойындары өте қызық өтті. Тобыл сырт алаңда Атырауда 0-4 есебімен жеңіліп финалға шығудан үмітін үзді. Атырау болса өте сенімді ойын өткізді. Николай Сигневич 2 гол соқты, Новак 1 гол соқты. Атырау футболының түлегі Ринат Жұматов ойынның 90+9 минутында ойынды қорытындылады. Бірінші матчта Тобыл 1-0 есебімен жеңіске жеткен еді, бірақ бұл басымдықты ұстап тұра алған жоқ. Және Атырау финалға шығып отыр. Бұл Батыс Қазақстандық клубтың биылғы маусымдағы үлкен табысы деуімізге болады. Дегенмен осы ойынды талдауға кіріспес бұрын жалпы жергілікті жанкүйерлердің жанайқайында жеткізгіміз келеді. Біздің әлеуметтік желідегі дайректімізге шығып, болмаса телефонымызға хабарласып, кішкене наз білдіріп жатқан жанкүйерлер де бар. Өйткені Атырауда күн қазір қатты ыстық, бірақ Атыраудағы Мұнайшы стадионының прожекторының, яғни жарығының өте сапасыз болуынан, яғни талапқа сай келмейтіндігінен матчты кешкі 6-ға белгілеп отырған. Ал кешкі 6-да білесіздер, Атырауда құмның өзі қайнап жатады. Сондықтан жалпы кез келген командаға оңай болмайтын сияқты. Оның үстіне Мұнайшы стадионының төсеніші, жасанды төсеніш екенін ескерсек, футболшылардың аяғынан кірген ыстық миына бір-ақ шығатынын түсінеміз. Сондықтан кешкі 6 деген өте ерте сияқты. Бірақ өзгертетін де әзірше мүмкіндігі жоқ. Өйткені Құлсары қаласындағы жаңа стадионның прожекторларын әкеледі деген әңгіме біраз көтерілген екен, сол күйінше қалған. Сондықтан Атырау футболының басшылығына біз осы жанкүйерлердің жанайқайында жеткізгіміз келеді. Еуропа чемпионаты өтіп жатқанына қарамастан жанкүйерлер Атырауды көптеп қолдауға әзір, бірақ шынында да қарғаның ми қайнайтын ыстықта қандай ойын болмақ. Тіпті баса айтайық, Тобыл да осы ыстықтан көп зардап шеккен сияқты. Өйткені әрине Еуропа чемпионатын көріп отырып, немесе өзімізде жүргізіп отырып, бұл матчқа көзіміздің қырымен қарап отырдық. Футболшылар өте қатты қиналды. Сондықтан алдағы уақытта жалпы мұнайлы өлкеде бір инфрақұрылымды дұрыстауға мүмкіндік туатын шығар деген ойдамыз. Атырау әрине биылғы маусымды өте әркелкі бастағанмен бірте-бірте ойынды түзеліп келе жатқанын білесіздер. Соңғы турларда бұл команда өте жақсы жеңіске жетіп келе жатыр және осы жеңісті жолын кубокта да жалғап отыр. Тобыл болса бас бапкерін ауыстырғаннан кейін Қайратты жеңді. Енді бірақ кубок ойындарына келгенде міне ойсырай жеңілді. Команданың құрамына қарасақ, негізгі көшбасшылардың барлығы да бар. Әрине Евгений Шаховтың артқа шегіне ойнағанын ескермесек, басқа жалпы үлкен өзгеріс жоқ сияқты. Шахов артқа шегінген сәтте оның орнына Радослав Цонев жаба қойды. Бірақ дегенмен шабуыл мәселесінде Тобыл әлі де көп ойлануға тиіс. Міне иек астында Еурокубок ойындары тұр. Сондықтан қостанайлықтар жалпы ойынды түземесе қиындау. Өйткені Қазақстанның атынан Еурокубокта сынға түсетін болғандықтан бұл қиындау болуы мүмкін. Ал Атырау финалға шығып отыр және 29 қазанда оның қарсыласы да белгілі болып қойды. Сондықтан бұл команданы осы табысымен ерекше құттықтаймыз. Және ең бастысы команданың бас бапкері Жуковский тек қана легионерлерге сүйеніп отырған жоқ. Жұмаханов сияқты, Керімжанов сияқты, Жұматов сияқты, Жагоров сияқты, Аламбаев сияқты жергілікті футболдың, Қазақстан футболының түлектерінде өте жақсы іске қосты. Сондықтан бұл жеңіс жалпы Жуковскийдің бапкерлік білігінің бір көрінісі десек болады. Әрине Беларусьтан келген кезде осы бапкер былай қарағанда ортан қол ортада жүретін команданың сол премьер-лигада ұстап қалу немесе үздік алтылыққа кіру міндеті сияқты көргенбіз. Бірақ міне
кубоктың финалы бекерден бекер нәрсе емес. Сондықтан Атыраудың бұл табысын біз қуана қарсы аламыз және алдағы ойындарда да сәттілік тілейміз. Екінші ойын сәл даулы болды, өйткені өздеріңіз білесіздер, Атырау мен Елімай қазір Қазақстан футболының көшбасшылары қатарында. Оның үстіне Ақтөбе өз алаңында кубоктың бірінші ойында, яғни жартылай финалдың бірінші кездесуінде Елімайды 2-0 есебімен жеңген. Сондықтан семейліктер бұл ойында кем дегенде 2 доп айырмасымен жеңуге тиіс болды. Бірақ нәтиже 2-1, бір ғана доп айырмасы. Сондықтан екі ойынның қорытындысында 3-2 есебімен пентакампиондар Қазақстан кубогының финалына шығып отыр. Бұл ойын әрине түрлі оқиғасымен есте қалды. Біріншіден Габи Кики алаңнан қуылды. Бұл ойыншының соңғы кездері сәтсіз ойнап жүргенін білетінбіз. Бұл жолы да тікелей әсер етті нәтижеге. Және осы Габи Кики алаңнан қуылғаннан кейін Елімай жеңіс голын соқты. Бірақ енді жамандауға аузымыз бармайды. Өйткені осы ойыннан кейін Елімайдың Ақтөбенің әлеуметтік желідегі парақшасында Габи Кикидің анасы қайтыс болғаны туралы хабарлама шықты. Сондықтан Габидің өзіне осы отбасындағы трагедия үшін көңіл айтамыз. Шынында да бекем бол дейміз азаматқа. Алаңдағы сәтсіздік оның өміріндегі сәтсіздік болмайды деп сенеміз. Ал Елімай барын салды. Бұл жерде бірінші болып Самародов гол соқты. Жалпы Самародов соңғы кезде өзі қатысқан ойындардың, турнирлердің бәрінде гол соғып жүр. Тіпті қатарынан 3-ші ойында гол соғып отыр. Қазақстан құрамасы сапында Әзербайжанға гол соқты. Одан кейін Қазақстан чемпионатында және мергендікпен көзге түсті. Дәл сол Елімайдың қақпасына, енді міне Елімайдың қақпасына кубокта да гол соғып, осы голы арқылы Ақтөбе келесі кезеңге шығып отыр. Әрине Мұртазаевтың соққан голын, одан кейін Елімайдың қазіргі тәжірибелі ойыншысы Ақтөбенің бұрынғы ойыншысы Шамконың голын ерекше айтып өтуге болатын еді. Бірақ негізгі эпизод сол 74-ші минутта Рожер Шина соққан голдың неге саналмағандығы. Әрине бұл жерде Бағдат Абдуллаевтың қандай шешім қабылдағанын жалпы өз басымыз түсінбедік. Өйткені дәл мен сол сәтте Германия мен Венгрия арасындағы ойын жүргізіп отырдым да, жалпы көруге мүмкіндік болмады. Ішінара көз салып отырған болмаса, кейін арнайы компьютерді қосып ойынның шоуын тамашаладым. Кейін ойынның да түгел сол мезеттегі жазбасын түгел тамашаладым. Бұл жерде Егор Сорокин қарсы алдындағы қорғаушының арқасынан итеріп жіберді ме, болмаса шабуылдаған Рожер Шинаның өзі әлдеқандай бір ойын тәртібін бұзды ма, нақты түсініп үлгермедім. Сондықтан пәлендеп Бағдат Абдуллаевтың төрелігіне қандай да бір баға беруге жүрексінемін. Сондықтан пәлендеп айту қиындау. Бұл жерде кейін нақты түсіндіретін шығар. Әлде қапталдағы төреші жалаушасын желбіретіп үлгерді ме, бірақ бір қарасаң ешқандай да ойыннан тыс қалмаған сияқты ешбір ойыншы. Сондықтан осы Шинаның голы егер соғылатын болса, онда матч ары қарай қосымша таймдарға жалғасатын еді. Елімайдың жанкүйерлері әрине қатты наразы болатындай жөні бар. Өйткені Спартак стадионының аузы-мұрнынан шыға толтырды. Ойын аяқталғаннан кейін әрбір ойыншы, сол Роман Мұртазаев, Яшин сияқты ойыншылар келіп Бағдат Абдуллаевқа және оның төрешілер құрамына наразылығын білдіріп жатты, бірақ ешкім эмоцияға берілген жоқ. Дегенмен бұл эпизодты жалпы кейінде бір түсіндіруге мүмкіндік болатын шығар деп ойлаймын. Ресми кәдімгі органдар тарапынан, яғни КФФ тарапынан түсіндіру болатын шығар деп ойлаймын. Жалпы алғанда бұл жеңіс Елімайға ештеңе берген жоқ, бірақ Премьер-лигаға оралған мезетте осындай ел кубогының жартылай финалына шығу деген өте жақсы нәтиже болып отыр. Сондықтан жалпы осының өзі былай қанағат тұтуға болатын нәрсе дейміз, бірақ бұл ойымызға Елімайдың, Семейдің жанкүйерлері келіспейтіні түсінікті. Өйткені жеңіс қолда тұрған еді дегенге олар үйтіні күмәнсіз. Сондықтан Елімай бұл ойында жеңіске лайық болды, жеңіске жетті де, бірақ екі ойынның қорытындысында кейін финалға шығуға мүмкіндік болмады. Ақтөбе болса, жалпы ойыншы санының кемдігіне қарамастан өте жақсы қорғанды. Тіпті әлгі бір сәтте Жанали Пайруздың алға ұмтылған Жайрожанды құлатқан сәтіндегі тіпті қызыл қағазға да лайық па деген ой келеді. Бірақ енді ол эпизодты бір жақсылап тамашалау керек. Дегенмен екі команда да барын салды және көшбасшылар қатарынан ойын көрсетті. Ақтөбені де финалға шығуымен құттықтаймыз. Күзде батыс қазақстандық дерби Қазақстан кубогын сарапқа салатын болды. Және екі команданың да біраз уақыттан бері бұл жетістікке жетпегенін ескерсек, трофейлер санын молайтуға тамаша мүмкіндік туып тұр деуімізге болады. Және ең бастысы осы финалдық ойында жеңіске жеткен команданың қай-қайсысы да Еуропа лигасының іріктеу кезеңіне қосылатынын ескеруіміз керек. Яғни екеуіне де бір тамаша мүмкіндік ашылып тұр. Ақтөбе чемпион болып кетсе, онда чемпиондар лигасының іріктеуіне жолдама алады, ал чемпион болмаған жағдайда міне осындай мүмкіндік бар. Ал Атырауға қандай мүмкіндік ашылып тұрғанын өзіңіз жақсы түсіне беріңіз. Жалпы кубок туралы
айтарымыз осы, әлгі бір эпизодтарға ерекше баға бермеді деп жанкүйер ренжи қоймас. Біз ең бастысы футбол маманы емеспіз, өз ойымызды ғана айтуға құқылымыз. Ал енді Қазақстан клубтарының Еурокубоктардағы қарсыластары жеребе рәсімінде белгілі болды. Бұл жерде жеребе алғаш қарсыласты анықтап, ертесі күні олардың екінші және бірінші іріктеу кезеңіндегі ықтимал қарсыластарын анықтады. Сондықтан Чемпиондар лигасына қатысатын Ордабасыдан бастайық. Ордабасы өз тарихында екінші рет қатысады Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіне. Бұл жолғы қарсыласы Молдованың Петрокуб командасы болып отыр. Петрокуб жалпы ұзақ уақытқа созылған шерифтің хандығына тосқауыл қойған команда деуімізге болады. Биылғы маусымда 2023-2024 маусымда Петрокуб алғаш рет Молдова чемпионы атанды және одан бөлек Молдова кубогының иегері атанды. Демек, бұл команда бір жақсы өрнек салып келе жатыр деген сөз. 1994 жылы құрылған бұл команда Хинчешти қаласына кейінірек ауысқан және осы 94 жыл бері құрылғаннан бергі 30 жыл ішінде команда өзінің атауын 8 рет өзгерткен екен. Демек, жалпы бұл команданың жарнама демеушілері де жиі өзгерген ностан-ақ білуімізге болады. Хинчешти қаласындағы муниципалдық стадионда ойнайды. 1100 адам сияды. Команданың бас бапкері Андре Мартин және бұл командада қазақстандық жанкүйерлерге көз таныс бір ойыншы ойнайды екен. Ол кезінде Қызылжар командасында 2019 жылы өнер көрсеткен Михай Платице есімді ойыншы. Ол кезде бір 20 ойынға қатысты Платице, одан кейін Қазақстанға ат басын бұрған жоқ. Жалпы команда құрамында аса бір танымал ойыншылар бар дей алмаймыз. УЕФА Чемпиондар лигасында Петрокуб алғашқы матчтарын өткізгелі тұр. Бұған дейін Еуропа лигасына және конференция лигасына бірнеше рет қатысқан. Жалпы Еурокубоктарда 17 ойын өткізген, 3 жеңісі, 4 тең ойыны және 10 сәтсіздігі бар. Бұл команданың ең ұзақ шапқан сәті 2020-2023 жылғы конференция лигасындағы ойыны. Ол алғашқы іріктеу кезеңінде Мальтаның Флориана командасын жолда қалдырды, екінші іріктеу кезеңінде Албанияның Лачи командасын жолда қалдырды, ал үшінші іріктеу кезеңінде Венгрияның Фехервер командасына 1-2 және 0-5 есебімен есе жіберді. Өткен жылға конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне қатысты Петрокуб командасы. Ол жерде Тель-Авивтің Маккаби командасы, Израильдің командасынан 2 ойын қорытындысында 0-5 есебімен жеңілді. Яғни соңғы маусымдардағы Петрокубтың Еурокубоктағы нәтижелері аса көңіл көншітпейді деген сөз. Биыл енді міне Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде Ордабасымен жолыққалы отыр. Команда қазір УЕФА рейтингінде 202-ші орында тұр, яғни аса бір жоғары орындарда емес. Сондықтан Ордабасы бұл қарсыласпен тең дәрежеде ойнап, тіпті басым түсе алады дегенде ойымыз бар. Ал егер екінші іріктеу кезеңіне өтетін болса, Ордабасы Апоэл командасымен кездеседі. Кипрдің осы бір командасы біздің ұжымдарға жиі жолығып жүргенін білесіздер. Астананың өзімен кемінде 3 рет жолықты. Қайсарды 2020 жылы қапы қалдырды. Сондықтан Апоэл ежелгі қарсылас, ежелгі дұшпан ел болмас, етегінен кесіп жең болмас дегенде осы тұста қаншалықты дәлелдей алатын Ордабасыдан көреміз. Ал Ордабасы болса, Еурокубоктарды өте сәтті өткізіп жүрген жоқ. Өткен маусымда Легия командасына жол бергенін білесіздер. Сондықтан биыл Андрей Луневтің командасы барын салуға тиістеміз және соңғы ойындарда Ордабасының кәдімгідей қадамы түзеліп қалды. Ендеше үміт күтеміз. Ал егер осы Чемпиондар лигасының алғашқы іріктеу кезеңінде жолы болмаса, енді бет аулақ деп айтайық, Ордабасы командасы Фарердің Клаксвик командасы және Люксембургтің Дюферданж командалар арасындағы ойынның жеңілген командасымен конференциялар лигасының екінші іріктеу кезеңінде ойнайды. Яғни Еуропа лигасына түспей, олар бірден конференция лигасының екінші іріктеу кезеңіне қатысып кетеді. Сондықтан былтырға қарағанда іріктеу кезеңінде осындай өзгеріс бар дегеніміз жөн. Яғни біз бұл жерде Ордабасы Петрокубты артта қалдырса Апоэлмен кездеседі деп сеніміз айта берейік. Өйткені қалай дегенде де Ордабасы осы командалардың фонында, осы командалардың жанында аса осал көрінбейді. Ендеше қош келдің Петрокуб дейміз. Бұл командамен алғашқы ойын 9 шілдеде өтеді. Алғашқы ойын Ордабасының алаңында өтеді. Одан кейін қарымта матч 16 шілдеде Петрокуб командасының алаңында өтпекші. Чемпиондар лигасындағы іріктеу жалпы осындай, бірақ жалпы осы
іріктеу кезеңінде біздің командалардың соңғы жылдары өте сәтсіз өнер көрсетіп жүргенін білеміз. Сондықтан Ордабасы осы бір сәтсіздікке өзгеріс енгізеді деген сеніміміз өте зор. Тобыл командасы Еуропа лигасының бірінші іріктеу кезеңінен бастап іске қосылады. 11 шілдеде алғашқы кездесуін, ал қарымта кездесуін 18 шілдеде өткізеді. Алғашқы қарсыласы Словакияның Руженберок командасы. Енді былай қарағанда бұл Руженбероктың аты аса бір көпке танымал емес. Оның үстіне бұл команда жалпы Еурокубоктарда соншалықты бір үлкен атағымен көзге түсіп жүрген жоқ. Руженберок командасы бірақ қарт командалардың бірі болып есептеледі. 1906 жылы құрылған, яғни бұл команданың құрылғанына міне 118 жыл болған екен. Соңғы жылдары Руженберок жалпы ортанқол командалардың қатарында осы Еуропа лигасында Тобыл сияқты Словакия кубогын жеңіп алып қатысып отыр. Және бұл команда Словакия лигасын 2005-2006 жылы бір рет жеңіп алған, Словакияның кубогын, яғни Словенский Похарды 2 рет жеңіп алған, 2005-2006 және 2023-2024 жылдардағы маусымда жеңіп алған команда. Құрамында жалпы бір ерекше еске қалатын ойыншы да жоқ. Қазір осы Еуропа чемпионатында өнер көрсетіп және жақсы өнер көрсетіп жатқан Словакия құрамасының сапында Руженбероктың бірде-бір ойыншысы жоқ екенін шолып өттік. Демек, бұл команда былай айтқанда Словакия деңгейінде де ортанқол команда болып саналады. Команданың жалпы Еурокубоктардағы дәстүрі жалпы аса бай деуге келмейді. Команда соңғы рет 2022-2023 жылы УЕФА конференция лигасына қатысқан. Сонда алғаш Kauno Žalgiris командасын артқа қалдырғанмен, екінші іріктеу кезеңінде Латвияның Рига командасына жол берді. 0-3 және 1-2 есептермен ұтылды. Демек, бұл команда араға бір маусым салып Еурокубокқа оралып отыр деген сөз. Бірақ бір ескере кететін нәрсе, жалпы Словакия командаларына қарсы біздің командалар аса сәтті ойнамайды. 2000 жылғы УЕФА кубогының іріктеуінде бастағанбыз алғашқы текетіресті. Ол кезде Атырау командасы Пуховтың Матадор командасына жол берген болатын. Одан кейін Артмедия командасы 2005 жылы Чемпиондар лигасының іріктеуінде біздің Қайратты артта қалдырған, Қайратты жеңіп тұрып жеңілген. Ол кезде Беларусь төрешісі Шмоликтің біздің команданы көпе-көрнеу жығып бергенін тіпті өзіміз Жас Қазақ газетінде материал қылып жазғанбыз. Шмоликті кейде тіпті әзілдеп Шмолик чморик деп те кішкене әзіл ұстағанбыз, бірақ енді онымыз әрине біздің өткен күннің назы болып қана қалды. Бұдан кейін Словакияның Вион командасы біздің бір көріні жоқ болған Алматы командасын жеңіп кетті. Ол Вион командасымен УЕФА кубогының іріктеу кезеңінде жолықты Алматы командасы. Бұдан кейін Слован командасы 2010 жылы Чемпиондар лигасының іріктеуінде осы Тобылдан басым түсті. Одан кейін Жилина командасы 2021 жылғы конференция лигасының іріктеуінде Тобылды тіпті 2 ойында ойсырата жеңді. 5-0 және 1-0 есептермен. Сондықтан жалпы Тобыл Словакия командаларына қарсы сәтсіздеу ойнайтын дәстүр қалыптасып алған. Ендеше осы Руженберокты жеңіп кетуі Тобыл үшін үлкен меже нысана болып тұр. Және өздеріңізге жаңа ғана айтып өттік, Тобыл Қазақстан чемпионатында 4 ойында қатар ұтылып, ары қарай Қайратты жеңіп сәл еңсе түсегендей болды. Команда өткелде ат ауыстырмайды десек те, Милиш Шуршисті жөніне жіберіп, қазір Нұрбол Жәрдемұлы Жұмасқалиев бас бапкердің міндетін атқарушы болып тұр. 11 шілдеге дейін басқа бапкер таңдай ма, әлде осы Нұрбол Жұмасқалиев бапкер болып қала бере ме, ол да белгісіз. Бірақ Атыраудан Қазақстан кубогының жартылай финалында 0-4 есебімен жеңілуі бұл команданың жалпы мәселесі бар екенін, және әсіресе шабуылда мәселесі бар екенін нақтылай түседі. Сондықтан Тобыл тас түйіндей жиналып, осы Еуропа лигасына толықтай дайын болу керек деген ойымыз бар. Егер Тобыл осы кезеңде Руженберокты жолға қалдырып жататын болса, онда Түркияның Трабзонспор командасымен екінші іріктеу кезеңінде жолығады. Трабзонспор биыл Галатасарай мен Фенербахчеден кейін 3-ші орын алды. Түркия Суперлигасында осы конференция лигасына қатысуға, Еуропа лигасына қатысуға мүмкіндік алып отыр. Ендеше бұл жалпы өте қиын қарсылас болады. Жалпы қазақстандық командалар бұған дейін Түркия командаларымен 2 рет жолықты. 2009 жылы УЕФА кубогының іріктеу кезеңінде Тобыл осы Галатасарайдан жеңілді, ал 2015 жылы Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде біздің Астананың Галатасараймен 2 рет тең ойнағанын білеміз. Ендеше Трабзонспор егер Тобыл екінші кезеңге шыға алатын болса, Трабзонспор Түркияның бізбен жолығатын екінші ұжымы
болмақшы. Дегенмен командаға сәттілік тілейміз. Алғашқы екінші іріктеу кезеңінің ойындары 25 шілде және 1 тамызда өтетінін естеріңізге саламыз. Ақтөбенің конференциялар лигасына бірінші қатысатын Ақтөбенің қарсыласы Сараево командасы. Бұл команда 1946 жылы құрылған, яғни 78 жыл толады биыл құрылғанына. Біздің Еурокубокқа қатысып жатқан барлық командамыздан да тарихы бай команда. Ең бастысы Еурокубоктарда сол әр жылдары 82 матч өткізген екен. Осылардың ішінде 26 жеңісі бар, 18 тең ойын және 38 сәтсіздігі бар. Демек, былай айтқанда, жалпы Еурокубоктардың жалпы аса тәжірибелі жауынгері деуімізге болады. Ақтөбе командасы бұл ұжыммен де өте тең дәрежеде немесе басым ойнауға тиіс деген ойымыздан айнымаймыз. Өйткені Ақтөбе жалпы соңғы кездері Қазақстан чемпионатында, Қазақстан кубогында, сондай-ақ Лига кубогында өте жақсы өнер көрсетіп жүр. Парфенов команданы бір жақсы қалыптастыра жүйелей алған сияқты. Әр шептің өзінің көшбасшысы пайда болды. Команданың кәдімгі жарқын ойнап жүрген мерген көшбасшысы да бар. Сондықтан бұл команда Еурокубоктарда да нағыз бабына енген сәтінде келеді деп есептейміз. Ал жалпы осы босниялық командалар біздің ұжымдармен Еурокубоктарда бірнеше рет жолыққан. Зринский командасы 2 рет тобылды қапы қалдырды. Широкий Бриек командасы біздің 3-1 командамен ойнады. Ертіспен ойнады, Ордабасымен ойнады, Қайратпен ойнады. Осылардың ішінде Қайрат қана Широкий Бриекті 2019 жылғы Еуропа лигасының іріктеуінде жолға тастай алды және сол кездегі шешуші голды қазіргі Ақтөбенің ойыншысы, Қазақстан құрамасының ойыншысы Рамазан Оразов соққанын білесіздер, бірақ Рамазан ол ойынға қатыспауы мүмкін, яғни осы Сараевомен ойынға қатыспауы мүмкін. Өйткені 1 шілдеден бастап ол Данияның Силькеборг командасына ауысады. Жалпы осы Босниямен арадағы текетірес жалпы аса бір көңіл көншітетіндей жағдайда емес. Демек, Ақтөбе осы статистикаға да өзіндік өзгеріс енгізеді деп есептейміз. Ең қызығы, Ақтөбе командасының осы іріктеу кезеңінде, яғни конференциялар лигасының екінші іріктеу кезеңінде өте қалса, егер Сараевоны жолға тастай алса, тағы бір словакиялық команда күтіп тұр. Спартак Трнава командасы күтіп тұр. Словактар мен біздің арамыздағы текетірестің кімнің пайдасына екенін айтып өттік. Демек, Ақтөбе екінші іріктеу кезеңінде бір мықты және тәжірибелі ұжыммен жолығуы мүмкін. Ал Астана командасы конференциялар лигасының екінші іріктеу кезеңінен сынға түседі. Бұл жерде ол Торпедо Белаз Беларусь және Милсами Молдова осы екі команданың арасындағы текетірестің жеңімпазымен жолығады. 25 шілде және 1 тамызда өтетін ойынға астаналықтар тас түйін дайын болмаса болмайды. Қазіргі жағдайда тіпті Астана 8 матчтан бері Қазақстан чемпионатында жеңіске жете алмай келе жатыр. Қазақстан кубогында да ұзай алған жоқ және Лига кубогында да аса сенімді өнер көрсетіп жүрген жоқ. Сондықтан астаналықтар жалпы бұрынғы ойын табу үшін бапкер ауыстыра ма, әлде осы бапкер жоқтан бар жасай ма, әлде қазір бірінші айналым аяқталмай жатып кетіп қалған Карлитостың немесе Масуростың орнына бір сиқырлы ойыншылар ала ма, әйтеуір бірдеңе ойлап таппаса болмайды. Команданың әрине Еурокубоктарда қарсыластарын Алматыда орталық стадионда қабылдайтын өз-өзінен түсінікті. Өйткені Астана арена әзірше дайын емес. Биылғы маусымда мүлде ойын қабылдамайды, футбол матчын қабылдамайды. Сондықтан Астана алматылық жанкүйерлердің алдында көзайым болуға тиіс деп есептейміз. Жалпы алғанда, міне біздің Еурокубоктардағы қарсыластарымыз осындай. Бір қарағанда Сараевоны да, Ружемберокты да, Петрокубты да артқа тастауға болатындай көрінеді. Екінші кезеңде жолығатын Апоелды, Трабзонспорда, Спартак Трнавада аса бір соншалықты қорқынышты командалар болып саналмайды. Милсами мен Торпедо Белаз туралы тіпті де ондай ойға берілмес едік. Сондықтан жалпы алдағы уақытта біздің Еурокубокта біздің командалардың барлығы да өте сәтті өнер көрсетуге міндетті деген ойымыз бар. Қазір УЕФА коэффициентінде Қазақстан жалпы 37-38 орындарда, 55 елдің ішінде. Бұл біздің ешқандай көңілімізді көншітпейтін сат екенін және командалардың есіне саламыз. Қазір командалар ойын санынан ешқандай кемдік көріп жүрген жоқ. Биыл Лига кубогы деген қосылды. Сондықтан барлық ойыншыларды сынап көруге бапкерлер мүмкіндік алды деуімізге болады. Ендеше Еурокубокқа тағы да қайталап айтамыз, бәрі де тас түйін дайын болуға тиіс. Барлығына сәттілік тілейміз. Ендеше осы ойындарды асыға күтеміз. Біздің алдағы мән беретін
оқиға әрине Қазақстан чемпионатының 12-ші тур ойындары ол осы аптаның соңында өтеді. Ол ойындардан кейін де Еурокубокқа қатысатын біздің 4 ұжымның аяқ алысын толықтай шамалауға мүмкіндігіміз туып қалар. Әзірше айтатын әңгімеміз осы. Аман сау болыңыздар.